Ассалаумағалейкум, роднойлар. Бүгін Қазақстанда бұрын сонды болмаған контент жасаймыз. Қысқаша түсіндіре кетейін. Өткенде Инстаграмда дайрект қарап жатсам, мынандай бір хат келіпті. Құрметті Жансерік Қадырбаев, сізді өміріміздегі ең маңызды күндердің бірі үйлену тойымызға шақырамыз. Біздің қуанышымызға ортақтасып, ақ тілегіңізді арнап кетсеңіз. Күні 5 сәуір, мекен жайымыз Жаркент Гранд Холл, яғни Алматыда емес, Алматы облысы 300 шақырым жерде Жаркент қаласында. Мен болмаған ол жақта, қазір бірінші рет бара жатырмыз. Сізді асыға күтеміз. Құрметпен Аян және де Аяулым деген роднойларым. Короче, мен бұл хатты аламын да скрин жасап қоя салам. Содан кейін 2-3 күн бұрын осыдан фотопленкамды қарап отырсам, осы хат тұрды. По идее, неге мен жасауға шешім қабылдамадым сол кезде. Қазір аламда былай тұрам, өйткен автобус келе жатыр. Байқаңдар жігіттер. Короче, осындай бір прикольный хат. Вообще, енді ол роднойда ойлап тұрған жоқ шығар. Мен де ол кезде қатты серьезно қабылдаған жоқпын. Просто скрин жасап қоя салғам. Сөйтіп 2-3 күн бұрын галереямды қарап отырсам, осы сообщение тұр, скриншот. Мен неге сол кезде жасайын деген шешім қабылдамаған? Мынау күшті контент қой деймін да. Резко шешім қабылдап, жігіттердің бәріне хабарласам, ұйымдастырып жіберемін ғой. Айтпақшы, мен жалғыз өзім баратқан жоқ. Мен жалғыз өзім барсам, ақ тілегімді арнайым, сөз айтам, сонымен бітіп қалады. Той болғаннан билету керек, шулату керек деген сияқты. Ол үшін ендеше кім екен таныс болыңыздар. Дәл қазір Әмре! Блогер Қадырбаев оралды. Ассалаумағалейкум, родной. Шашың қандай әдемі болып тұр ғой. Ассалаумағалейкум, родной. Алейкум ассалам. Қош келдің. Кешірші, брат. Вип-қа үлгермей қалдың ше? Вип емес, білесің ғой, біз сип екенімізді. Әмре досымды күтіп алдық. Менің идеямды қолдап, арнайы Астанадан ұшып келдім. Біздің қолымызда не келеді, бәрін жасап жатырмыз. Бизнес-класс. Вип-қа өкінішке қарай үлгермей қалдық. Былай түсе береміз ғой, вип міндетті емес. Экономияда ұша береміз. Өзіміз ғой. Негізі бұл жігіттің гонорарын білесіздер. Қазақстанда қымбат жігіттердің бірі. Қазақстанда ең ауқымды емес гонорар десе. Мысалы, былай қарап тұрсаң да, сенің емес, менің емес, ешкім туысқан емес. Жансерік хабарласып осы идея айтқанда мен Жансерік қандай керемет кең пейілді жансың сен дедім да. Барсақ деп қалсаң. Барсақ барайық дедім. Қызық болады негізі. Ойлашы тойыңа мен мысалы білмеймін. Мен мысалы Қазақстанда тұрамын да, сөйтемін да мен Snoop Doggқа жазып жіберемін. Прикинь. Тойыма Snoop Dogg келіп тұрса. Сол сияқты енді өзім Snoop Dogg демеймін, жалпы деймін да. Жалпы, брат. Енді призмадан қарағанда. Ертең барамыз ғой, бәріміз бұйыртса. Мысалы, сен бар, мен бар, жігіттер бар. Той болмаса. Әзіл-әзілмен, бірақ досыма көп рахмет, бір ауыз сөзім жерге тастамай қолдап келді. Егер халықпен осындай контент жасағалы жатсаң, онда без проблем қолдаймын деді. Осыдан кейін көп жазатын адамдар болатыны түсінікті болып тұр. Дегенмен де осылай енді Құдай ойды сала салды да, именно осы кісілердің тойына түсейін деп тұр ғой. Атеген бәріне бірдей ол физически невозможно дегендей. Дегенмен енді қолға алып осы нәрсені тұрақты түрде жасауға болады, в принципе. Жаркентке бірінші рет барайын деп жатырмын. Мен де Жаркентке. Жаркенттің тойына бірінші рет барайын деп жатырмын. Талай тойда жүрміз ғой. Халықпен бірге әйтеуір қызмет жасап, өз нәпақамызды адал тауып, мен осы жол қызық болайын деп тұр. Тегін барып тұр. Енді былай қарапайым тілмен айтқанда сюрприз болып өзіміздің шын көңілімізден барып тұрмыз. Қандай реакция болатынынан қызық болып тұр. Танымай тұрса мені десең де ұят танымайды. Нақайыншы. Таниды ғой. Тегін баратық деген мен саған гонорар дайындап қойып едім ғой. Сондай ма? Қойш. Ол енді тегін болса тегін енді. Алла разы болсын енді баршамызға. Жаңа Алматыға келе жатқанда бір күшті бір эмоциялар болып жатты дедің ғой. Сол не эмоциялар? Жоқ, мен осы 6-7 ай біраз андай бір ойда жүргем. Не болып жатыр? Не істеу керек? Қайда әрі қарай қайда барам? Мен кіммін? Не үшін бұл дүниеге келдім деп сондай рухани ойларға да келдім. Шығармашылық өзімнің миссиям туралы да ойландым. Сол жаңа самолетте осы хайырмен Аллах маған солай бұйыртқан сияқты 1 сағат 20 минутта қасыма бір кісілер отырып, үлкен кісілер. Солармен тілдесіп, өзім сұрақтарыма біраз жауап тауып, сондай қадамдарға нық басуға бел буып, сондай бір оң болсын, брат, оң болсын. Шешіме келедім, себебі мен де келе жатқан көңілім менде осы кісілердің іс-шарасына таза ғой. Берсін, брат. Негізі бұл досымның мен амбициясын, жалпы армандарын білемін да, енді оны бұл жерде бөліспей-ақ қойын, бірақ егер сол мақсаттарына жетсе, кәдімгідей ше, мен тек қуанамын. Ол өте грандиозно, және де жетеді деген сендем. Бізге көп жұмыс істеу керек. Өте. Көп жұмыс істеу керек. Қазір машинаға отырып қыздармен сөйлесейік. Машинаны айдала қойып кеткен ба? Үйге жаяу барсаң. X5 дейсің. Так, ертең бізде басқа. X5 по городу дейсің. Бұл өзім көлігім. Короче, мына жерде қыздар жібереміз да. Мына X5 көлік қой. Көлік қой деген қалай. Осы көлікті ойнатамыз де. Жоқ, қазір бір оқырманымның тойына бара салып жатырмыз.
енді бір оқырманыма тегін еще көлік бере саламын деп қыздырып қоясың. Кешірім сұраймын. Ертең бірақ басқа көлік қызметте болады. Ертең Lexus 500, басқа машинаң ғой, Басқа көлік қызметте болады. Әміре енді бренд қой. Сол сияқты тағы бренд мені қолдады, менің идеямды. Ол кісілер ертең болады, айтам. Білмеймін, соңғы кездеріне желден де жоғалып кеттік, азайып. Оффлайн өмір қайнап жатыр, бірақ шүкір. Жұмыс бар, кәсіп бар, тағысын тағы. Бірақ дегенмен осындай нәрселерді қолға алу керек. Қазақстанда болмаған контент, мен оны мақтан айта аламын. Уй, мақтанбаш деп жазсаңыздар да мақтан айтамын. Бұл Қазақстанда болмаған контент, бұл тойына бара сал деген. Maroon 5-тан кейін біз істейін деп тұрық әлем бойынша. Шуга деген. Әмірен қарапайымдылығы. Бұл жерге тамақ ішуге бару анау-мынау деген ойлағанда жоқ, бірден донер жеймін деді. Қарапайымдылық емес, біз донерді, Алматының донерін сағыну деп айтады. Сағыну ма? Астанада бізде бар енді әрине, бірақ Алматынікі бөлек. Сосын Алматының ауа райында жеген бөлек қой. Қайқа? Йоу, бізбен бірге Галла. Қазіргі краш. Сізден кейін. Ойна күлгі. Соскадан кейін. Короче, қазір Жаркентке барамыз. Жаркент. Алматыда емес, мен Жаркентте болмағам, Әміреде болмағам. Мен де болмағам. Сен де болмаған. Короче, бәрі болмаған ойын, сол бірінші рет бара жатырмыз. Оқырмандарымның тойы, олар білмейді бара жатқанымызды. Просто пригласительный жібере салды, родной. Короче, күтеміз. Біздің тойымыздың есігі сіз үшін ашық дейді да. Жібере салады, короче. Сен сол просто так баратсың ба? Может, по приколу біреу жібере салған шығар. Мен сияқты еріккендер отырды мысалы. Сол по приколу болса, Қазақстандағы ең ауқымды Қазақстандағы ең ауқымды фейл деп шығарамыз. Қазақстанда ең ауқымды прикол болайын деп тұр ғой. Қазақстанда ең ауқымды пранк болады. Біз, короче, Әмірені шақырып аламыз, Астанадан балаларға айтамыз. Команда жинаймыз, түсіретін жігіттері бар, Гала бар, мен екі машина алып барамыз. Еще Черриді рекламаға тартып алғанбыз. Да, бұл тойға барлығы кірісіп отыр ма? Бәрі кірісіп жатыр. Болмай қалса ол той қазір барған кезде әшейін жазса прикол ұстап. Онда Қазақстандағы ең ауқымды прикол болады. Қызық қой, ең ауқымды прикол дейтін жоқ қой Қазақстанда. Приколда болсын да. Әміре келе жатыр. Мен шок болдым. Әміре анша-мұншаға нете бермейді ғой. Келе бермейді, анша-мұнша тойға шықпайды ол кісінің заказдары. Ойбай, қызық қой. Ол қолдап жатыр да енді. Осындай сен сияқты ол да қолдап жаңа идеяң түсіріп жатсыңдар ма жігіттер? Сол, короче, қазір тамақ ішіп аламыз. Әміре жеңшемен жолда де қойсын. Оны айтуға бола ма? Қарындаспен десең. Жарайды, кешірім. Бейші қыздармен. Бейші қыздар. Тойға мен жүргіземін. Мен тамақ. Гала жүргізеді, бейші қыздар билеп береді. Әміре өлең айтады. Сен негізі күшті жүргізесің ғой? Иә. Сен жүргізесің, мен прикол айтады ортасында бір көйіншіктер болады тойға келген. Әзілетіп шығады. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Алқалаған әлеумет, шалқалаған шәлеумет. Аспан асты жүрістің тойғып жүрген. Қалай еді? Қалай еді? Қалай бастаушы еді? Бақытты қалай еді? Бірақ сен білетін сияқтысың. Сол, иә. Ассалаумағалейкум арма қазақ. Бақытты бағалаған, ол да ғажап. Аспан асты жойыстың... Жоқ, ассалаумағалейкум соңында болады ол. Қалай еді? Ассалаумағалейкум арма қазақ. Ассалаумағалейкум арма қазақ. Бақытты бағалаған қандай ғажап. Ассалаумағалейкум. Басымызға бақ қонған Алла қалап, бақытты бағалаған ол да ғажап. Аспан асты жүрістің тойғып жүрген ассалаумағалейкум арма қазақ деймін. Тың, мен звукачын. Қазір тамақ ішіп аламыз и жолға шығамыз. Гала ораза ұстап жатыр. Шәулейін оразасын. Алла разы болсын. Нәпіл нәрселерді айтуға ұмытпен. Нәпіл нәрселерді айтуға ұмытпен білген. Қойшы. Ол айтмаймыз. Жаркент ол албандар, иә? Албан соғандар ғой көп. Иә. Ол жүзді бар, албан соғандар. Прикольно ойын деп тұр енді жалпы. Эмоциясын көрем. Ема біз ладно ғой, алларды айтсайсың. Аллардың эмоциясын. Прикинь, тойыңа, ойлаш, Гала келеді. Шатас кетті. Айтпақшы, осы бір идеямды, осы бір жобамды кішігірім қолдаған тағы да бір әлемдік бренд бар. Үлкен компания Черри Қазақстан. Астана Моторс осындай Черри Tiggo 8 Pro Max деген автокөліктерін маған ұсынып, осы бір идеямды қолдап жүзеге асыруына себепкер болды. Черри лейди, ла-ла-ла-ла, 7 орындық кайф машина екен. Ұнады, өзім айдап келедірім. Мен машинамды Әміре айдап келедірім. Қасында жеңшеміз бар деп қойсыңа жаңа жерде. Оны айтпасын деген. Айтылып кетті ма? Ладно, тұра берсін. Әміреден барып бір-екі ауыз сұхбат. Ой, рахмет, бүгін міне десем. Ассалаумағалейкум деп. Уағалейкум ассалам. Жалпы бір-екі ауыз сөз енді трассада тұрмыз, бара жатырмыз. Трассада келе жатырмыз, ауа райы құбылмалы болып тұр, жел сол жақтан соғып.
кәдімгідей уақытымызды арнап жатырық. Былай қарасақ 3 күніміз кетіп тұр осы жобаға, керемет. Иә, Әміре досыма рахмет. Бүкіл жұмысын тастап, ертең клипі бар еще. Халықтың бір ауыз сөзі білдірген көзі. Өзім бірақ ерекше анадай бір екі ойда келе жатырмын, шыны керек. Қалай болады екен деген сияқты. Қай жағынан немен? Тани ма, танымай ма? Жоқ, танымайды емес, жалпы қызық, олай жасамаған ғой мен өмірімде негізінде. Менің бірінші тәжірибем болып тұр. Жас жұбайлардың кәдімгідей мәңгілік есінде қалатын кішігірім өзіміздің қадамымызбен үлкен тарих жасаймыз деген үмітте болып тұрмын. Иә, эмоция ғой. Иә. Енді бізден әрекет, біз өзіміз қызық бір дүние жасауға тырысып жатырмыз, ал нәтижесі олардың қандай эмоция беретіні, оның барлығы бір жаратқаннан, ендеше жаратқан өз жар болсын, родной. Ақ жол болсын. Амин. Бізге де жұғысты болсын. Амин. Жұғысты болды, сияқты скоро. Бұйыртса. Машинаға ешкімді отырғызбай келе жатыр. Біз деген енді құр қол жүрмейміз ғой, өздеріңіз білесіздер. Тосын сый болып бара жатқанымыздан бөлек, екі жастың анасына немесе әжесіне деп осындай бір тамаша гүл шоқтарын алып алдық өзімнің саф гүлдер дүкеніне. Мінекей, араға 300 шақырым салып, Жаркентке жеттік, Аллаға шүкір. Просто кайф екен. Қалай келе жатсыздар? Әдемі. Шолуымыз ұзақ болып кетті бұлай, иә? Иә, 9 болды сағат. Қазір енді мейрамхананың алдына барамыз. Америкеміз киім ауыстырамыз, галадайын. Машинаның артында киім ауыстырамыз, түгел, спартанский условия, машинаның артында ауыстырып, сразу кіріп, сондай болайын деп. Қалай болады екен мен? Жаркентке сен бірінші рет па? Жаркентте бірінші рет міне. Мен де бірінші рет, сен де бірінші рет. Мен де бірінші. Үшеуміз де бірінші рет Жаркентте. Жаркенттің тойы қалай болатынын білмей жатырық та біз қазір. Той бітіп қалды ма деген. Жалпы той болып жатыр ма деші. Оны да білмей тұр. Кеттік, жейге. Ал тәуекел. Все. Бізде Әміре киініп бастап кетті. Прям жолдың бойында. Жансерікте киініп аласың. Мына жерде екен ресторан. Ресторан Әміре киініп жатыр. Жансерік тоже киініп ал. Мен киініп шықтым. Хотя мен тойға дым қатысым жоқ. Ал киім ауыстырып бастадық ал. Үш жерде тұр, прям арканың қасында. Өйткені ресторан қатты алыс емес екен. Біз ешкімге хабарласқан жоқпыз. Достарымызға айтып үйіне баруға болатын еді. Бірақ Жаркентте достарымыз да жоқ. Иә, жолда сигнал басып, танды ма или неғып жүрсіңдер деп жатыр ма? Патрульдік полиция келе жатыр. Көтімізді айырып жібермесе болған еді. Болды ма, жігіттер? Рұқсат бересіңдер ме? Мен майларым көріп қоймасын, халқым. Мына жерден бастап телеграмға не басталады контент. Ішке кірсеңдер вообще қызық болып отыр. Кешірім сұраймын, бірге кешірім сұраймын. Жоқтам, ұра берейін ба? Ұра берейін ба? Дайынсыңдар ма? Ал кетті, қызық жері басталды. Все, дайынбыз. Айттым ғой, қарамай тұрсаңдар, тез киналады. Аңғарсаңдар. Сен біраздан бері кимеген Гуччи костюмды кидің дедің, е? Гуччи, Ферруччи ма? Қалай, болды ма? Болды, басқа. Жаңа бір сухой салфетка бар еді сендер адына. Сәл майланып тұрса, бит, майын алып қоясың да, сухой салфетканы. Именной пиджагын киіп алдым деп. Мақтап, кеш бұсың. Мировая классика ғой, мынау, киініп тұрған киіп. Жаркент, мынау біз екеуміз. Қонақта. Бүгін тойды өзім басқарсам ба деймін, қазір тамададан кейін. Екінші стол болып жатыр, как раз мен осылай смокингмен кіріп келемін да. Парфюм сеу ал. Өзіңдікін ба? Менікін ба десем. Сол бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Осы жігіттердің еңбегі ақталады. Ең басты ниеті ақталады деген үміттемін. Таяқ жерге тасталды. Ойын біздің басталды. Бүгін таза билететін әндер айтамыз енді. Қазір тойдың соңына келіп жатқан шығармыз. Барлығы күшті бір дайын тұрған шығар билеуге. Сөйтсең тойда ешкім жоқ дейсің ғой. Лак қайда, лак? Автоцентр Бавария бізге қатысы жоқ, е? Қатты уайымдаймын, ол шли. Өзің үйленіп атқан жоқсың ғой? Өзім үйленіп атқан жоқпын ғой деймін да. Не үшін қатты уайымдап жүргенімді? Болса, болды, болмаса. Қуып шықса. Бірақ енді бәрібір ма сондай бұл? Біз тұрмыз, значит, әңгіме, дүкен. Кеша деген родной тойды басқарып жатыр екен. Родной мынандай жағдай. Бізге дайректке жазып жібереді. Родной осындай біздің тойымыз болады осы күні. Келіп құттықтап кетсеңіз мәз боламын дейді. Бірақ кері байланыс берген жоқпыз. Яғни білмейді олар келетінімізді. Соны қазір хабарлау керек. Или болмаса бүйтіп хабарлайық. Арнайы бүгінгі тілектің ішінде қалып кеткен Алматыдан келген қонақтарымыз бар екен. Сол кісілерді бір осы тілекке шақырайық дейік, ар жақтан сізге сенсіз. Иә, болды. Аян мен аяулым өздері шақырып. Аян мен аяулым болады, иә? Сондай тұр? Аян мен аяулым. Иә. Әйтеуір сондайға келіп тұрып қой, иә? Иә. Қалай? Жалпы Каспиңізде қанша ақша бар? Короче, родной, осылай жағдай. Осыны, короче, бүйтіп атымызды атамай, әдемелеп жеткізіп берсең. Аян мен аяулым шақырту бойынша келіп отқан алматылық қонақтарымыз шақырайық. Онда ол кісілерді ортаға шақырып аламыз ба?
шақырып алайық та. шақырып ортаға тұрып, прям сахнаның алдында ма, либо бір, короче, ортада тұрсын. Ортада тұрсын. Біздің балалар уже камераны реттеп алсын. И соған арнайы сіздерді құттықтамаған бір қонақтар бар екен. Соны шақырайық деп, в общем, бір өлең жіберсе, музыкант жігіт күшті ғой. Мен шығам. Можно кіресіздер? Иә, мен кірем. Жоқ, Әміре отырады пока. Мен кірем, жаңа гүлшоқтарым бар, анасы, әжесі, анасын шақырып, той құтты болсын, аға, әпке деп гүлімді берем. Сөйтем де гүлін бергеннен кейін Әмірені уже өзім хабарлаймын ғой. Тілегімді айтам, Әмірені уже өзім хабарлаймын. Бисмилля ғой. Иә, жаратқан өзі жар болсын. Давай, кеттік. Сыйлығымыз бар деп. Антрактың алдында бата алып алып, сыйлығымыз бар деп, сосын антрактың басына Әміре ашып жіберсін. Иә. Жоқ, мен сөйлеп жіберейін. Мен сөйлегеннен кейін Әміре шықса. Жоқ, сосын сөйлеген. Иә. Әміреден кірмей қалып жүрміз. Өлең айтқаннан кейін. Бисмилля, Алла жар болсын. Кесешті родной оң жаққа. Қатты уайымдама ғой. Уайымдама. Қуаныш қой. Болды. Сен қазір сезіліп қалады просто вайбың ше жерде. Әдем жеңілгіш. Айтуы бойынша арнайылап осы аян мен Родной камен, гүл сұрағанда гүлді әкеп, или бірден осымен кіре берейінші. Бақсы шақырып алсын. Келгендегі эмоцияны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Аузымды ашып қалдым, видеоларда да бар шығар. Мен шын айтсам күтпедім. Келгендеріңізге көп алғысым шексіз. Мен қорқып кеттім, мен даже мынаның ойбай тиыны не болып кетеді. Шарасын десем балама қарап жоғып кеттім. Ойламаған сюрприз. Түсімде де көрмейтін еді. Иә. Рахмет балам. Той құтты болсын. Рахмет. Аман болыңыздар. Тек қана қуанышта жолығайық. Қазіргі эмоцияны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Келген кезде түсінбей қалдық, андай в шоке болып қалдық. Былай сіз кіріп келген кезде мен андай телефоным ан жақта қалып қалған ғой. Ан жақта бір фотограф балаға телефонымды алып келші деп жатырмын ғой. Өте қуаныштымыз. Сізге жұмысыңызға табыс тілейміз. Елдің осылай алдында сүйіктісі болып жүре беріңіз. Мен шын айтсам күтпедім. Келгендеріңізге көп алғысым шексіз. Бұның өзі бір Құдайдың беріп тұрған сыйы шығар деп ойлаймын. Әлі де толқып тұрмын. Мен қалай келді деп таң қалған кезде Аян айтқан, мен ол кісіні Инстаграмнан шақырғам деп айтты. Тойдың алдында айтамын ғой аяулымға, вдруг осындай біз танымал жұлдыз біздің тойымызға келсе деп сол кезде сенбеп еді. И мен оған айтпай өзім жазып қойғанмын ғой, бүйтіп сеніп кішкене келетін шығар деп. Сол енді қабыл болып тұр. Алла тағаланың арқасымен. Қазақстанның түкпір-түкпірінен қарап отқан көрермендерге Жаркент қаласынан, дәлірек айтсақ, Аян мен аяулымнан сәлем! Бақытты болыңыздар! Видео ұнаған болса, лайк басып, астына коммент жазып кетіңіздер. Дайын блогер.